Армысыздар достар, мен Ақсу Санғали, сіздермен бірге бүгін біз пиар коммуникация мәселесін талқылайтын біздің подкастымыздың тағы бір келесі шығарымына қош келдіңіздер. Бүгінгі талқылайтын мәселеміз бұл канселдеу. Қазір қоғамда қатты белең алып келе жатқан мәселелердің бірі. Бүгінгі эфирге бізге қонақ ретінде шақырған спикерлермен таныстырсам деймін. Ең алдымен менің қасымда Әйгерім Құсайынқызы, Қазақстанның деп айтайыншы ең мықты заңгерлерінің бірі деп. Жолдас Өрісбай, журналист, осы канселдеу мәселесі бойынша мақала жазып, осы саланы, осы тенденцияны деп айтсақ болады, зерттеп қарап жүрген азаматтардың бірі. Және кейінгі кезде осы канселдеу мәселесі әлеуметтік желіде белең алып бара жатыр. Сондықтан да біз осы әлеуметтік желінің эксперт мамандарының бірі Жанасыл Болатбек өзіңізді шақырған келеміз. Қош келдіңіздер. Ең алдымен осы мәселені талқылайықшы. Канселдеу Қазақстандағы жалпы басқа әлеммен салыстырғанда неге Қазақстанда қазір ол қатты белең алып кетті? Қазіргі канселдеу, мысалға бұған дейін осыдан 10 жыл, 20 жыл, оның алдында салыстырмалы түрде алғанда, әр қайсыңыздың жеке пікірлеріңізді білсем. Канселдеу мәселесі сіздердің ойларыңызша қазіргі кезде неге қатты белең алып бара жатыр? Бастайын ба? Кеттік. Кеттік онда. Жалпы бас тарту мәдениеті қазақта бұрыннан бар ғой негізі. Бүкіл елде де болған деп есептеймін. Бізде де жаңа аластату, ауылдан шығарып жіберу деген секілді әдеттер болған. Ал қазір бұл біз көріп жатқан дүние бұның әлеуметтік желіге бейімделген нұсқасы. Яғни масштабқа шығып жатқан нұсқасы. Бізде неге дамып кетті дегенге мен ойланып көрдім. Менің түсінігімде ол көзқарасымда ол халықтың тұрмысына тікелей байланысты секілді, тұрмысына және қаржылық сауаттылығына байланысты секілді, және оның біліміне, яғни сауатына байланысты секілді. Демек, бізде белгілі бір деңгейде сауаттылық пен қаржылық жағдай халықтың көтеріліп, соған сай олар басқа нәрсеге назар аударып, өздерінің шекараларын, өздеріне керек дүниелерді қорғауға тырысып жатыр. Ол үшін әлеуметтік желіні... Әлеуметтік желі қазір ең бірінші құрал. Оны, яғни өзінің наразылығын көрсете алатын. Мен мына нәрсені айтқым келеді. Келісесіздер ме осы мынау қазіргі кездегі қатты осы канселдеудің шығуы осы білім және қаржылық мәселеге байланысты дегенге? Мен заңгер ретінде жауап берсем, жалпы cancel үшін қазақша енді калька аудармалау жүрміз ғой, қазақша әдемі баламасы бар деп ойлаймын, ол бас тарту. Бірақ біз stalking деген дүниелерді соңына ыңды қойып, қазақша бейімдеп алдық десек болады. Канселдеудің құқықтық тұрғыдан жауапкершілік жоқ. Біз осыны түсінуіміз керек. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінде, қылмыстық кодексінде cancel үшін қандай да бір санкция, жаза жоқ. Себебі бұл құқықтық ұғым емес. Бұл моральдық, этикалық, әлеуметтік, жаңа этикадағы тренд және жаңа этикадағы термин. Бұл қылмыстық кодекске іліне қойған жоқ. Неліктен канселдеу пайда болды? Тарихына жүгінсек, кез келген қоғамда құқықтық жауапкершілік бар және моральдық жауапкершілік бар. Канселдеу қашан өршіп кетеді? Сіз құқықтық жауапкершілікке көңіліңіз толмаған кезде. Мен бұны тікелей халықтың экономикалық сауатымен ғана емес, халықтың билікке сенбеуімен және заңдардың жұмыс жасамауымен де тікелей байланыстырамын. Себебі Серік Шәріпке қатысты жазаның аздығына байланысты, Рахат Тұрлыхановтың жазаның аздығына қатысты әлеуметтік желіде туындаған канселдің нәтижесі неге біздің заңдар осал? Неге зорлықшылар далада жүр? Неге әйелін ұрған еркекке 15 тәулік беріледі деген феминистер бастаған 2015 жылдан бастап біз канселдеуді бастаған кезде көбісі түсінбейтін. Феминистер сендерге не жетпейді дейтін, бірақ 10 жылдағы Қазақстанның канселдеуінің иерархиясын қарасақ, бізде біраз өзгерістер болды. Оған бірнеше фактор әсер етеді, бірақ заңгер ретінде ең біріншіден құқықтық жауапкершіліктің әлсіздігі деп айтады. Мен жаңа сөзіңізде айтып жатсыз ғой, әлі заңға енгізілмеген деген сияқты нәрсе. Әлі дегенге қарағанда ол енгізіле ме? Кейбір мемлекеттер канселдеудің кейбір факторын енгізіп жатыр. Яғни бізде reconciliation деген дүние бар. Яғни біреуді канселдеу, оның ар-ожданына, қадір-қасиетіне, репутациясына нұқсан келтірген кезде, ол барлық жағдайда сөз бостандығы емес. Ол шығармашылық еркіндік емес. Соны реттеуге тырысып жатқан мемлекеттер бар құқықтық тұрғыдан. Яғни кибер сталкинг болсын, немесе кибер hate speech болсын реттеу, ол reconciliation, яғни канселдеуге қарсы құқықтық реттеудің құралы деуге болады. Сіз қалай ойлайсыз? Яғни білім және қаржы мәселесі дедік, бізде мынау құқықтық жалпы біздің жүйенің дұрыс жұмыс істемеуінен дедік. Сіз қалай ойлайсыз? Менің ойымша бұл жерде әділдік принципі бәрінен алға шығады. Әділдік призмасына қараған кезде әркім ол призманың әртүрлі жерінде тұру мүмкін, индивидуалистік тұрғыдан қарасаңыз. Ал қоғамдық тұрғыдан қарағанда
қоғамның басым бөлігі келісетін әділдік принциптері бар. Оны қоғамдық келісім деп атаймыз, иә. Мысалға, жаңағы жедел жәрдем көлігі асық бір жерге кетіп бара жатса, көліктердің бәрі шетке шығып жол береді. Ол қоғамдық келісім, иә. Сондай келісімдерді бұзған адамдарға кенселинг әрекеті жасалып жатыр. Бұл әділдік теориясынан келеді деп ойлаймын. Әрине, бұл жерде экономикалық факторда белгілі бір деңгейде рөл ойнауы мүмкін. Біз оның бәрін салмақтауға бізде социологиялық зерттеулер жоқ, өкінішке қарай. Яғни білім деңгейі немесе қаржы сауаты қалай әсер етеді дегенге келтіре алмаймыз. Мысалы, баяғы заманда да сауаты жоқ адамдар басым болған қоғамдар болды ғой. Мысалы, сауат ашу өзі кейінірек келді бізде, кейінгі 1-2 ғасырда, иә. Оған дейінгі жаңағы жазу мәдениетін білмесе де, ода жаңағы қоғамдық келісім, жаңағы әділдік принцип деген теориялар болды да, мысалға. Сондықтан сол тұрғыдан болды. Ал қазір неге белең алды десеңіз, менің ойымша ол әлеуметтік желінің феномені, және осыған дейін де кенсел жасаудың әрекеттері болған, бірақ ол жаппай образ алуға жетпеді. Себебі адамдар бәріне көрінетін ортақ платформада пікірін білдіре алмады. Бәрі өздерінің асханасында отырып кенселинг жасайды, бірақ ол естілмейді сыртқа қарай. Желіде оны сіз эмоцияңызды қосып, немесе өзіңіздің принциптеріңізді арқа сүйеп жазсаңыз да, ол бәріне көрінеді, және ол бұл тақырыпқа қатысы жоқ адамдарға да әсер ете алады да. Сондықтан бұл феномен сол. Және ол жердегі алгоритмдерде жақсы негіз болады. Мысалға, осы Threads-тің өзі бізде кенселингнің сондай бір нормасына айналып кетуінің себебі сол жаңағы олардың алгоритмінің басқа желілерге қарағанда басқаша жұмыс істеуі. Мынау кейстерге әсіресе кейінгі кезде біз жаңағыдай пиар мамандардың арасын талқылаймыз ғой, бәрібір осындай консалтингке қатысты. Сонда көбісінде меніңше қате деп ойлаймын, білмеймін сіздердің қалай ойлайтындарыңызды, жаңағыдай қазақ тілге қатысты жаңағы консалтинг көбіне белең алып кетеді, басқа дүниелерге біз қатты мән бермейміз деген бір белгілі бір қалыптасқан ой бар. Мысалға, жаңағы оның бір әділдік тұрғысынан болсын, адамгершілік тұрғысынан болсын, басқа дүниелеріне біз қатты халық консультемейді, бірақ тілге қатысты мәселе болатын болса, біз оны консультейміз. Оған жаңағыдай Мұхаряповтың кейсі, иә, мысалы Чоконың, болмаса Магнумның кейсі деген сияқты. Басқа, өйткені мен осы бойынша біз бір-бірімізбен ақылдасқан кезде олар айтады, басқа кейсті айтшы, соған қатысты кәдімгідей өршіген деген сияқты. Сіздер қалай ойлайсыздар осындай кейстерге қатысты? Газлайтинг қой ол. Бұл жерде не ғой? Бұл жерде екі нәрсе бар түсінгенім. Біріншісі ол түртілген тақырып қаншалықты қоғамға тарайды, қаншалықты топқа тарайды. Ол діни топқа тарауы мүмкін, немесе ол белгілі ұлтқа тарауы мүмкін. Қазақстанда негізінен қазақ тілді халық деп есептесек, және олардың бәріне ортақ тілге қатысты проблема, ол міндетті түрде шығу жоғары болады. Ол біздің бәрімізге ортақ, сондықтан да. Ортақ, Ал егерде неге Бишімбаевтың кейсін айтайықшы, мысалы, иә, соған қатысты неге дәл сондай бір қатты не алмады, немесе сырымға қатысты деген сияқты. Ол еркек азаматтар, бұл жерде гендер мен жыныс маңызды рөл ойнайды деп ойлаймын. Қатысты өте нашар болды деп айта алмаймын. Ол өте жоғары деңгейлі, тіпті орыс тілді медиаға басқа елдерге шейін шығып кетті ғой, оның шығуы. Ол шу ретінде ғана, бір сенсация ретінде ғана шықты да. Элементтерін көріп тұрған жоқпын, ол Мысалға, былайда бізде Мұхаряповқа қатысты осы мынау кейс шықты ма, одан кейін бірден болды, оның бизнесінен отписка жасау керек, тағы басқа деген сияқты нәрсе болды. Мұхаряповқа қатысты жалпы өзі бірдеңеге cancel жасап бастаған кезде оның белгілі бір талабы болады. Сен мына нәрсенің орнында, әйтпесе біз саған былай залал тигіземіз деп. Ол жерде ол бизнесіне қатысты отписка жасау, аккаунттарына немесе сатып алмау деген секілді дүниелер. Ал саяси адамға ондай құрал жоқ қой. Біз Бишімбаевты бәрібір саяси адам деп қабылдаймыз, және оның бизнесі өзіне қатты байланбаған. Қоғам оның артында қандай бизнес тұрғанын, қандай жұмыс тұрғанын білмейді. Но Бишімбаевқа мысалы қалай әсер етуі мүмкін еді халыққа? Әсер ете алмайды ғой. Оның бизнестерінің бар екенін бәрі біледі ғой. Оны Астана немесе белгілі орта ғана немесе журналист қана біледі. Ал оны жалпылама, оның бір Магнум секілді немесе басқа бір атақты бір бренд жоқ ол жерде артында тұрған. Нақты кәсіпкер болып шықпады ғой. Нақты кәсіпкер емес, ол нақты инструмент нені консультеу керек деген нақты нақты ол жерде объект жоқ.
Бірақ жаңа билікке қатысты мысалы бізде болды ғой потому что деген сияқты кейстер халықты уф деп шулаған Бізде кезде рэп оны болды, мысалға басқаша реакция болды, иә, бізде басқа әзіл реакция болды. ол оған әсер ете алмайды. Мен түсінгенім саяси адамға халық әсер ете алмайды. Ол дауыс беру, сайлау тұрғысынан ғана болуы мүмкін. Оның айлығын кесіп тастай алмайды. Ода әлеуметтік желіде миллиондаған Демократиялық аккаунттар құралдар жоқ. Иә, ешқандай әсер ету құралдары жоқ. Ол шешімді әсер ету үшін қысымды ол жерге емес, қысымды жоғары қарай жасау керек та. Сол кезде ғана ол әсерін беруі мүмкін. Мен қоса кетейінші. Негізі енді әсері бола ма болмай ма деген сұраққа келген кезде менің ойымша бұл жерде біз сол кэнселингке ұшыраған адамның репутациясына да қарауымыз керек. Менің ойымша кем дегенде сол жерде біз репутацияға әсер ететін қоғамның ықпалы болады. Мысалға Бишімбаев ол сотталып кетті, ол үлкен резонанс туғызды, бірақ енді ол оның бүкіл отбасына, оның репутациясына, өзінің репутациясы ертең 24 жылдан кейін сәл ертерек түрмеден шығатын болса, ол мысалға оған бәрібір ол қалып қояды абыройына. Мысалға сол Ақтауда Маңғыстау облысының әкімі болсын, оған ешқандай әрекет болған жоқ дегенде көзқарас болды. Бірақ ол оның репутациясына әсер етті. Ол адам ретінде, тұлға ретінде қай жерге барса, сол оқиға оның артынан еріп жүретін болады. Еріп жүр, ақпарат тұрғысынан, шоу тұрғысынан ғана еріп жүр. Бірақ ол бізде Қаржысына жеке имидж нәрсесі бір қатты бір андай бір назар аударылмайтын нәрсе да. Ол репутация Иә, институты білеміз, деген ода нәрсе. осындай оқиға бар, бірақ ол оның жұмысына немесе бизнесіне, ол басқа нәрсесіне әсер етпейді. Осы жерде жаңағы тақырыптар қазақ тіліне байланысты айтып кетейінші. Жолдас мырза айтып кетті ғой, қоғамдық келісім. Қоғамдық келісім бұл Жан-Жак Руссоның, француз философының ең негізгі еңбектерінің бірі. Философиялық тұрғыдан талқылайтын болсақ, Жан-Жак Руссо қоғамдық келісімді кім шығарады? Азаматтық қоғам дейді. Кім кәнсел дейді? Азаматтық қоғам кәнселдеу керек. Ал азаматтық қоғам кім десек, олар үшін жарасын ашып жіберетін, үстіне тұз себетін бір топ 3 тақырып бар. Оның біреуі әлбетте тіл. Біз отарсыздан отырып айтып жатырмыз. Екінші зорлық зомбылық деп айта аламын. Тек қана әйелдер ғана емес, зорлық зомбылық тақырыбы. Үшінші тақырып меніңше ол тарих. Мысалы Бұхарбайдың шығарған «Как управлять казахами» деген кітапта жазады ғой. Қазақтарды қалай белгілейсің? Ол жерде бір тарихи объективтілік туралы айтуға болмайды. Қалай қазақтарды басқару туралы болмайды. Сол үшін осы жерде меніңше әр қоғамның өте сезімтал тақырыптары бар, ал оны түсінбейтіндердің неге қазақ тіліне қатысты не басқа мәселе жоқ па деп айтатындар, ол нағыз құнсыздандыру, ол газлайтинг. Яғни тілден де маңызды мәселе бар ғой деп айту. Кейбір адамдар үшін Қазақстан халқының 71% этникалық қазақтар десек, олар үшін топ 1 тақырып қазір саясат та емес, Бишімбаев та емес, бизнес та емес, ол тіл. Ол ұзақ жылдар бойы келе жатқан дүние. Ол жаңа көбіне мынау самоидентификация деп айтамыз ғой, біз көбіне соған келетін сияқты. Жаңа тақырып мәселесін айтайыншы. Бұған дейін біз мысалға пиаршылар ретінде үнемі айтамыз ДДТ деп, дін, тіл деген сияқты мәселемен, жалпы мынау бізді көріп отырған көрермендер үшін бір пайдалы болу үшін қандай тақырыптарды мүмкіндігінше компания немесе оның басшысы өзінің репутациясын қалыптастыруда мүмкіндігінше қандай тақырыптардан айналып жүру керек? Табу болмау керек, ол цензура ғой. Ол цензура ғой. Мәселе табуда емес. Біз айтамыз ғой мысалға бәрібір сақтану деген сияқты мәселемен. Былай айтып көрейін мен, бұл жерде толық келсем, бұл жерде ұлттық тұрғыдан қарасақ, қазақылықты түсінетін адам керек та. Бұл жерде мынандай бір нақты шекара жоқ, мынаны жасасаң дұрыс, мынаны жасасаң дұрыс емес деген секілді. Өйткені ол әр оқиғаға әртүрлі болады. Ол қазақы болмыстағы, қазақы түсініктегі адам оны түсінеді. Қай жерде қызыл линиядан өтіп кетпеуге болмауын түсінеді. Демек, жаңағы ключевой жердегі адам сәл болсын қазақы болса, ол қателіктер жасау ықтималдығы төмен болады. Неше керісінше қазақы көп болғаннан. Енді соған айтып бізде дәл осылай жаңағыдай біз айтамыз ғой, қазақи болмысы қалыптасқан ер азаматтарымыз бар, бірақ жолдастың күлгеніне қарағанда, бірақ солардың көптеген дүниелеріне біз кешіріммен қараймыз ғой. Біраз адамдардың қазақы болмысқа бір мысал келтірейікші. Бұл жерде бұрып жібердік. Мен айтып отырғаным нақты ұлтқа немесе ұлттың кейбір красный линияларына қатысты нәрсе. Бұл жерде жеке басқа адамның құқығына қатысты емес. Мен соған қатысты айтып отырмын. Сол Гран-Паркта жарнама болды, бәйбішеңе сөңке алсаң, тоқалына тегін деген. Мысалы, сол жарнаманы сіз айтып отырғанда ұлтты қазақша түсінетін, қазақша ойлайтын маркетолог шығарды ғой оны.
Ол күлкілі болады деп ойлаған шығар, иә? Ол жерде керісінше түсінбеу немесе осы арқылы оларға тиеміз деп әдейі шу шығару деп позиция Қара қоюға пиар болады. деп. Қара пиар ретінде. Бірақ ол 15 минуттан кейін ол жарнама алынып тастады. Қазақстан тарихындағы ең жылдам канцлдердің бірі. мен жаңағы Жұлдыз сияқты айтар едім, жаңағы тәуелсіз деп айтпа журналист деген сияқты қара пиарда болмайды да. Жалпы пиар деген инструментері деген сияқты. Мысалға, ол canceling қай тақырыптар актуалды дегенге келсек, негізі қай мәселелер ең сезімтал қоғамда. Соған мән беру керек болды. Мысалға, сол зорлық-зомбылық па, оған қатысты кейстер бірден шуға енеді, себебі жаңағы Әйгерім айтқандай, ол жерде заң жұмыс істемейді, көп жағдайда жаңағы полицияға арызданса, полицияның өкілдері өздері келіп арызды алып тастаңыз деп тұрады. Бізде сондай кейстер болды, мысалы Алматыда бір қыз болды. Яғни сондай жаңағы диссонансты қоғам көріп тұрған кезде дәл сол кейске сондай соған ұқсас кейстер көтерілгенде олар бірден соны ары қарай алып кетеді. Ең сезімтал тақырыптар деп айтуға болады. Зорлық, тіл, дін келсем, және бізде сексист жарнамалар өте көп. Оны біздікілер атын шықпаса жер өрте деп түсінетін сияқты. Бірақ та Абай өзі қара сөзінде айтатындай, атын шықпаса жер өрте дейді. Бірақ та атын өртеп шығарған аттың не қажеті бар дейді. Жалғасын оқымайтын сияқты сол сөздің. Атын өртеп шығарған не қажеті бар репутацияның. Бірақ та соны біздікілер мен жиі байқаймын. Егер ол әйелдерге қасақана түрде әйелдердің намысына, қадір қасиетіне тиетін жарнама жазса, олар тегін жарнама деп қабылдайды. Өйткені біледі біздің реакциямызды белсенділердің, әйелдердің, мынау не деген сұмдық дейді, ода шеринг көп болады, көбірек көрсетілім болады. Яғни мұнда экономика мен бизнестің өзінің мүддесі бар, көбірек көрсетілім жинау. Біздің мүдде ондай сексист жарнамаға жол бермеу. Бізде конфликт осы жерден пайда болады. Мысалы, тіптен Халықбанк былтыр ғана жарнама түсірді, машинаның сақтандыруына байланысты. Хочешь узнать, сколько у нее было до тебя деп деген жарнама болды. Біз Халықбанкты cancel дедік. Бір күн ішінде Халықбанк бізді шақырып, Үміт Шайхметованың оң қолы бізден кешірім сұрады. Кешірім сұраймыз, маркетологтардың жіберген қатесі, біз зорлық-зомбылыққа қарсымыз, біз былай ойламаймыз деді. Яғни түсінетіндер де бар, бірақ та олар кейін менше келесі маркетологтарға айтқан сияқты әйел тақырыбын мүлдем қозғаман да. Пәледен аулақ жүресің деп. Қоя тұрыңдаршы деген сияқты. Енді мына нәрсені айтамын да, мысалға, жалпы бізде мынау дағдарыспен, әсіресе абырой бедел мәселесін көтерген кезде дағдарыспен күресудің базалық бір құралдары бар, иә? Жаңағыдай осындай шу шыққан кезде ең алдымен жаңа басшының шығып кешірім сұрауы, және бұл кешірім сұрағанда да жаңағыдай, иә, жақсы сәлеметсіздер ме, осымен кешірім сұраймыз деген сияқты емес, конкурентті болу деген сияқты нәрсемен, және бұл кешірім көбіне бізде жаңағы базалық инструмент ретінде мына айтамыз, бұл кешірім белгілі бір дүниемен, белгілі бір нақты қадамдармен жаңағы ол күшейтілуі керек. Жай ғана кешірім сұраймын, осымен бітті деген сияқты емес. Енді алдағы уақытта мен осы нәрселерді мысалға сексизмге қатысты болатын болса, қолдау бойынша мындай жобаларға біз қаржыландырамыз, немесе тілге қатысты болатын болса, осы дүниелерге біз мән береміз деген сияқты нәрсемен ол көбіне бекітілу керек. Бұл енді пиардың базалық құралдардың бірі. Екінші, біз айтамыз жаңағыдай басшының ауысы өзінің репутациясымен осыны алып кетті да, ой, осы басшы осындай болды, енді біз алдағы уақытта басқа басшымен басқа бағытта жаңа жұмыс жасаймыз деген сияқты нәрселермен. Мұқарияповтың кейсінде бұл қатты жұмыс істемеді, мысалға, иә. Осы тұрғыдан, мысалға, журналист ретінде сіз айтыңызшы, осындай дүние болды, шу шығып жатыр, иә. Сол саланың жаңағы баспасөз хатшысы компанияның, немесе сол жаңағы тұлғаның пиарщигі деп айтамыз ғой, мысалы, сол не істеу керек, қалай журналистке ақпарат беру керек? Жақсы сұрақ. Негізі біз журналист ретінде ондай оқиға туралы жылдам ақпарат беруіміз керек болса, оның өзінің нақты қадамдары бар. Бірінші, ең негізгі абзац, сол жаңағы inverted pyramid дейді журналистикада, теріс төңкерілген пирамида. Ең маңызды ақпарат бірінші абзацта тұру керек. Яғни оқиғада оқиға не болғаны туралы, қалай орындалғаны, кімдердің қатысы бар екені, жаңағы 5W1H деген принцип бар журналистикада. 5-6 сұрақ. Сол 6 сұрақтың жауабын ең болмағанда 3-4 сұрағының жауабын сол бір абзацқа кіріктіруіміз керек. Сонда адамдар сол ақпаратты игергеннен кейін тереңірек білгісі келеді. Одан кейін міндетті түрде сол кенселдікке ұшыраған жаңағы адамның пікірі болса, егер ол сол кенселингке ұшырауына жеткізген айтқан мәлімдемесі болуы мүмкін. Мұқариев мысалы қандай да бір конференцияда айтып қалған сөз болды, сол сөзін келтіру керек. Себебі ол детализация деп аталады.
мысалға біз жалпылама түсіндірдік жаңағы осылай да осылай болды деген сияқты бірақ енді нәрсені, соның дәл қалай болды деген сұрақ туындаған кезде сол дәл сөзін беру керек, автор сөзін. Одан кейін уже қоғамның реакциясы, неге ол реакция болды, және ол жерде хронологияны да ескеру керек. Одан кейін біз уже міндетті түрде жаңағы оқиғадан кейінгі компанияның көзқарасы, позициясын білуіміз керек. Себебі сіз бірден ол кенселинг болған кезде қаншалықты кенселингке ұшыраған адамның позициясы дұрыс болмаса да, біз журналист ретінде бір тарапты жақтап шықпауымыз керек. Бейтарап болуымыз керек та, екі жақтан да пікір алуға тырысуымыз керек. Мысалға мынандай бір қызық жағдай болды. Университетте сабақ беріп жүргенде, осыдан бір жыл бұрын бір студентім Астана университетіндегі жаңағы бір қызға тиіскен жаңағы харасмент жасады ғой деймін. Медициналық университет, Иә, харасмент болды. Иә, жұмыстан шығарылды. Сол кейс туралы жазайын деді бір студентім. Сосын мен жарайды дедім, ақпарат жинады. Ол енді студент болғаннан әлі тәжірибесі жоқ. Мен әр қадамын бақылап айтып отырмын, кеңес беріп отырмын. Мынадан алыңыз. Біріншіден сол жәбір көрген қыздың байланыс нөмірін алып хабарласты. Одан бүкіл жаңағы оқиғаның бәрін түсіндіріп алды. Өзінің жағдайын бәрін жаңағы қаншалық тақырып сезімтал оған қиын болса да түсіндіріп, пікірін жақсылап алды. Содан кейін біз бәрібір оқиғаның екінші жағында естуге тырысуымыз керек қой, ол жақта не болған. Профессордың байланыс нөмірін таба алмай қойды. Жаңағы сол харасмент жасаған адамның несі. Университеттің баспасөзіне шықты, бірақ сол университеттен ала алмады. Оны әлеуметтік желіден тіпті аты жөнмен іздеп таба алмай қойды. Сосын студенттің қателігі болғаны, ол жаңағы жәбір көрген қыздың өзінен сұрады. Мына профессордың байланыс нөмірі бар ма деп. Ол одан бетер ашуланып, сіз не үшін оның нөмірін іздеп жатырсыз? Мен сізге айттым емес пе? Мен журналистпін, мен бейтараппын деп ақталуға тырысты, бірақ ол уже өте қиын жағдай болды. Сон мен айттым, негізі ол әрекетіңіз дұрыс болмапты, енді барынша ақталуға тырысыңыз, себебі ол эмоция тұрған адам ғой. Иә, білмедім, студент деп ақталсын. Сосын бірақ енді бәрібір жазып шықтық. Біз профессордың байланыс нөмірін таба алмады, бірақ профессордың жағдайына қатысты оның бір туысы әлеуметтік желіде мәлімдеме жасапты. Ең болмағанда жанама түрде баланс болсын деп соның пікірін бердік, бірақ оқиғаны түгел суреттеп жазып шықтық. Сондай мысалы осы жағдайда университеттің баспасөзі бірден байланыстыру керек еді. Журналист сұраса, жаңағы немесе ресми өкіл шығып сөйлесін, немесе профессордың өзі сөйлесін. Яғни оның да позициясын беру керек деп. Иә, профессор бізде жұмыс жасайды, кешірім сұраймыз деген. Ондайға жол бермейміз университет ретінде. Олар үндемей жасырып қоя салғаны, ол керісінше ушықтырып жібереді. Үндемеген үйдей пәледен құтылмайды, үйдей пәле тауып алады. Иә, яғни журналист ретінде мысалға белгілі бір оқиға орын алды, тіпті қателік болды деген күннің өзінде де жаңағыдай міне ең алдымен лид деп айтамыз бізде, иә, жаңағыдай не қайда қашан қалай болды деген сияқты нәрсемен, содан кейін жаңағының цитатасын, мысалға жаңағы Мұхтаревтың кезінде небольшой культуры деп жазды, мысалы осындай сөзі, бірақ оның жаңағы ниеті мынаны дүниені жеткізгісі келген, иә, мысалға. Содан кейін ары қарайғы ол жерде пікірінен кейін біз реакцияны береміз әдетте. Ақталу одан кейін келеді. Ол же себебі одан кейін болып жатқан оқиға ғой. Хронологиялық. Яғни солай белгілі бір түрде жаңағыдай бір баспасөзге хабарлама жасаса, сол жеткілікті, яғни ситуацияның екі жағын да көрсетуге. Менің айтпағым бұл жердегі мысалға белгілі бір компанияның баспасөз хатшысы осындай дүниеге ұшыраған кезде не істеу керек деген кезде мен айтамын, мысалы журналист ретінде осындай дүниелерді журналистке сен хабарлама бере аласың. Бірақ эпик фейл жасады Ақорда жақында, білесіздер, 8 қыркүйектегі президенттің сөзіне қатысты өте үлкен эпик фейл болды деп ойлаймын, олардың пиар үшін. Онда мәселе аудармада болды ғой. Айқай шу шығаратын, қоғамдық жерде балағаттайтын әйелдер де бар болды. Орысшасында нам неприятно видеть деді. Мүлдем екі түрлі мазмұн, екі түрлі реакция болды. Сол кезде олар тым кеш жауап берді деп ойлаймын. 3 күн. Ол өте баяу болды. Бірден жауап берді. Мен мына жерде мысалға заңгер ретінде Әйгерім, не істеуге болады? Мынау баспасөз хатшысы, пиарщик не істеуге болады? Мысалы осындай дүниеге кейде жала жабу дүниесі бір қаншалықты айтын. Мен мысалға бір қазір атын атап түсін түстемей ақ қоямын. Бізде мынадай кейс болды. Бір кісінің мемлекеттік қызметте жұмыс істейтін бір кісінің жаңағы қызы
мектепте оқитын кішкентай қызы осындай пәленше тағы да бір жаңағы мемлекеттік қызметте сол кісінің жаңағы ұлымен бірге мынаның қызы жүреді екен пәлен түген деген сияқты нәрсені мектепте оқып жүрген кішкентай оқушылар туралы жаңағыдай үлкен материал жазып берді. Сонда ол деген жалған ақпарат қой деген кезде мысалға иә сосын өше саламыз ғой деген сияқты нәрсемен, бірақ екеуінің бір класста мектепте оқитыны белгілі ғой деген нәрсені айтты мысалға. Сондай дүниелер болуы мүмкін. Жалпы заңгер ретінде айтыңызшы, не істеу керек, не істеуге болады мысалға заңдық тұрғыдан осыған қатысты? Бізде біріншіде Конституцияның 18-ші бабында жеке өмір құпиясы сақталады. Жеке тұлғалардың сіздің деректеріңіз сақталады. Бірақ әлеуметтік желі пайда болуымен жеке өмір құпиясына не жатады деген сөзге сізге әр заңгер әртүрлі жауап береді. Ол тікелей судьяның өзінің интерпретациясына қатысты болады. Жалған ақпарат тарату бізде қылмыстық кодексте заң бар, және өкінішке қарай көп жағдайда тек журналистерге ғана қолданылатын бап деп айтуға болады. Себебі жалған ақпаратты мемлекеттік қызметшілер немесе депутаттардың бірі тарқатқан кезде, журналистер барып сұрақ қойған кезде мен білмей қалдым немесе менің орынбасарым жариялап жіберді деп құтылып кетіп судан құрғақ шығатын дүниелер бар. Яғни бұл барлығына бірдей тең жұмыс жасайтын бап деп айта алмаймыз. Жалған ақпаратқа қатысты біріншіден журналистік тергеу жүргізілу керек, және мен қарсымын кәнсілдеу кезінде құрбандар отбасы мүшелерінің балалар жайлы. Бізде жалпы бала тақырыбы медиада өте үлкен проблематик қой. Баланың суретін, бейнесін көрсету бойынша немесе Саясат Нұрбекке қарсы жасалған атакада олар балаларын өте көп құрбандыққа шалды деп ойлаймын. Жеке деректеріне өту. Осындай кезде журналистер түсіну керек, журналистік этикада мен кім жайлы қалай жазамын, жалған ақпарат таратқан үшін менде жауапкершілік болады. Және ол азаматтық емес, айыппұл емес, қылмыстық жауапкершілікке алып келуі мүмкін. Онлайн платформа туралы заңда блогерлерге де қатысты айтылады. Иә, ол новый заңда олардың жауапкершілігін қойып қойды, бірақ ол жердегі мәселе мемлекеттің блогерлардың сөз бостандығын шектеуге қарсы қолданылмау керек. Бірақ та шекараны кім анықтап береді деген кезде ол нақты іске байланысты. Яғни кейс бай кейс, біз жалпы мына істе былай деп айта алмаймыз. Ол тікелей журналистің де жауапкершілігі деп ойлаймын. Яғни мен берген ақпарат факт чек жасалған, дерегі бар, ашық дерек көздерінен алды, ешкімді қорлаған жоқпын, баланың атын атап тұрмыс деген жоқпын, ертең баланы класстастары буллит етпейтіндей мақала жазу керек деп ойлаймын. Ондай журналистер бізде бірақ өте аз. Яғни журналистік этика тұрғысынан келген кезде кликбейт үшін, шейр үшін өте үлкен көп әсерлеу бар деп ойлаймын. Бізде мысалы гипербола дейді ғой. Көркем әдебиеттің әдістерін бізде публицистикада өте жиі қолданады. Себебі эмоционалды мәтін бергісі келеді, сол кезде де жалған ақпарат бізде өте көп кетеді. Бірақ ол біздің конституциялық құқығымыз жеке деректі. Бірақ мемлекеттік қызметшілерге қатысты жеке өмір құпиясы мемлекеттік қызметшінің ашықтығы процесіне де келеді. Бізде мемлекеттік қызмет туралы заң бар. Ол жерде жазылған мемлекеттік қызмет ашық, айқын, транспарентті болу керек деген сөз. Сіз мемлекеттік қызметшінің жалақысын қай пайызы қайда кетіп жатқанын сұрай аласыз ба деген сұраққа бізде журналистер де заңда жауап бермейді. Өкінішке орай. Ал енді былай айтайық, бұл енді мемлекеттік қызметкерлерге қатысты дедік, әлеуметтік желіде немесе бір жалған ақпарат таратылды, баспасөз хатшысы не істеу керек, және егерде жаңағыдай жалған ақпаратты сотқа беру процесі бар мысалға, сол кезде оны қалай жаңағыдай одан кейін өйткені блогердің немесе жаңағы соны жазған адамның оны өшіру мүмкін тағы басқа деген сияқты, оны қалай біз реттеп заңға қалай жүгінуімізге болады, не істейміз, осы процесс туралы айтып беріңізші. Өйткені мен 2-3 заңгер маманнан 2-3 түрлі осы процессті естідім, сосын сіз айтып беріңізші, қалай ол деп. Жалған ақпарат тарату бойынша біріншіден оны фиксировать ету керек, яғни фото, видео, аудиоға түсіріп дәлел ретінде қолдану керек. Бірақ бізде мынандай заңда норма бар. Егер сіз аудио, видео записьті екінші тараптан келісімсіз жазып отырсаңыз, сіз сотта оны дерек ретінде қолдана алмайсыз. Да? Иә. Ал әлеуметтік желідегі скринді? Әлеуметтік желі удалить етіп тастаған болса, сіз уақытты фиксировать етесіз. Мысалы, жалған ақпарат болды, сіз алып тастадыңыз, жауапкершілік болсын деген кезде судья тікелей сұрақ қояды. Мынау сіздің дерегіңіз бе, сіз жауап бердіңіз бе, сіз есіңіз дұрыс кезде өзіңіз жазған ақпарат па деген сұраққа иә деп жауап берсе, ол ақпарат болып саналады. Мойындамаса? Мойындамаса, менің оң қолым, сол қолым деп жарияласа, ол жерде құқықтық жауапкершілік, аккаунт кімдікі, жауапкершілік сонда. Мысалы, аккаунт менің атыма тіркелген, бірақ менің оң қолым жариялады деп сіз жауапкершіліктен құтыла алмайсыз. Біздікілердің көбісі СММ кетеді. СММ деп айтса, жоқ, жауапкершілік сізде. Құқықтық тұрғыдан аккаунт сіздің атыңызда, сіздің атыңызбен тіркелген, тіпті Инстаграмда саясат солай, жауапкершілік құқықтық сізде. Бірақ та жауапкершілік деген мәселе сіз сот алдындағы, заң алдындағы жауапкершілік. Ол іс судьяға бармайды.
ол сотқа бара бермейді ол іс, бірақ қоғам алдындағы жауапкершілік болу керек қой біріншіден. Менде сосын мына нәрсе тағы бір заңгерден естігенде, мысалға ол айтады, сен скрин жасаған күннің өзінде сол аккаунттың өзінің скрин екен біріншіден сен ол жерден сол аккаунт екендігін, сосын дәл сол сосын жаңағы мынау экранның скриннің өзінде егерде уақыт белгісіз болса, мына жердегі нәрсе, сенің алып барған құжатың ол ол әшейін фотошоп болып есептеліп қалады деген сияқты нәрсе. Оның экспертизасын, яғни оны дәлелдеудің өзі бір азап дейді да, мысалға. Қазір жасанды интеллект шыққалы бізде фотошоп жасау оңай ғой. Сол үшін экспертизаны сіз өзіңіз ақылы түрде жалдайсыз, көрсетесіз. Меніңше сот процесінің осындай қиындығына да байланысты көбісі қолын бір сілтейтін сияқты. Сотқа не үшін барамын деп. Осы кезде канцелдің құралы іске асырады деп ойлаймын. Яғни заң жұмсап берген кезде ұялту, шейминг, нейминг, атын айту, түрін түстеу, оны мазақтау. Эмоция шығарудың басқа құралы. Өзіңді қанағаттандырудың. Әлеуметтік желіде, мысалға, Жанасыл, осындай дүниелер білең алды, мысалға, не істеу керек? Пиарщик не істеу керек деген. Енді әлеуметтік желіге қатысты біз енді көріп отырмыз ғой. Бұл жерде бірінші кезекте мойындау. Бізде көп жағдайда мойындамай уақытты созып алады. Мойындау, содан кейін қате жазған постын өшіру, және өзі шынайы кешірім сұрау. Осы жерде айта кететін нәрсе бар. Эмоция дегенді халық әлеуметтік желіге өте қатты сезеді ғой. Сен кешірім сұрағанның өзінде текстен немесе сенің эмоцияңнан сенің қателікті мойындамай тұрған конкурентность деген нәрсе бар да? Сенің айтып тұрған көрініп тұрады да, ол шуды одан сайын ұршықтырады. Өйткені сенің жауабыңа жаңа арғы тарап қанағаттанбаса, олар қысымды одан сайын күшейтеді. Емес, май құяды ғой. Ал онда Али Әшімнің кейсін айтыңызшы. Мысалға. Мен барынша жеке адам туралы айтқым келмеген, бірақ ол жерде жауабында уақыт созып алды біріншіден. Мойнында уақыт созып алды. Мен ол жерде моралистпін. Екіншіден, жауабы шынайы мойындау ретінде көрінген жоқ. Мен үшін. Енді екінші нәрсе. Үшінші нәрсе бар, ол кейбір жағдайда бұндай процесті әдейі созуы мүмкін, шу одан да жоғары болу үшін. Бізде, мысалға, пиардың кейсі ретінде, мысалы, осы нәрсені жалпы пиаршы ретінде, мен былай айтайыншы, бұл дүниені және осыны уақыт созып алуды ол өте ұтымды пайдалана білді деп айта аламын. Мысалға, жалпы былай. Сырттан ешқандай эмоциясыз, жай бір кәсіби маман ретінде, мысалға, біріншіден оның аккаунтына, оның тұлғасына деген жалпы қызығушылықты ол өшітіп жіберді. Мысалға, көбіне оны бір белгілі бір топ, мысалға, осы мына қазақша контент тұтынатын адамдар ғана деген этика бар ғой. Қазір ол жағын, мысалға, айтып тұрмын ғой, ешқандай эмоциясыз, жалпы осы кейске бүйтіп сыртынан қарайтын болсаң, бұл нәрсені тіпті жүріп алуының өзін ол өзіне өте ұтымды пайдаланды. Яғни мынау шерингпен басқасымен мынау талқылап жатыр екен, тіпті қазақша контент тұтынбайтын мен өзім жаңағыдай шетелдік азамат бар. Біздің трансұлттық компанияда жұмыс істейтін пиар директор, соның өзі айтады да, мысалға маған хабарласып, жаңағы өзі шетелдік, өзі қазақша түсінбейді, соның өзі айтады да, сендерде осындай кейс болып жатыр екен ғой деген сияқты нәрсемен. Хайп емес па? Ол айтады, осындай кейс болып жатыр екен ғой, ол адам кім деген сияқты нәрсемен, жалпы танымалдылыққа бір белгілі бір өзінің үлесін қосты деуге болады да, бәрібір. Бірақ хайп деген сөз білеміз ғой, негатив контекстен шығады, бірақ бұл жерде Әлиян мен феминист ретінде қолдаймын, құрбым болса да, этика деген дүние бар, ол журналистиканы Бостон университетінде оқыған, ақшта әлемнің ең үздік. Ол жерде журналистик этика не деп түсіндіреді? Мұнда сіз айтып өткенде пайда. Пайда не? Сізге материалдық пайда ма? Әлде аудиторияңыздың алдындағы ар, ұждан, ұят, мораль ма? Таразыға сіз қайсын саласыз? Ұятты ма? Әлде сізді көбірек танылуыңызды ма? Міне осындай дилеммамен жүреді біздің блогерлер, және қайсы алдыға шығып кететін бізде өмір өзі көрсетіп жатыр. Яғни этика, пайда деген материалдық неолиберал капиталистік ұғымның артында қалып жатқаны өте өкінішті. Онда бізде екінші кейстер бар. Мысалға, анау әлеуметтік желіде білесіз ба? Соны көп айтты ғой, жаңағыдай енді дін тақырыбына. КМДБ 6 күннен кейін жауап берді, бір күндік неке үшін. Ақтөбеде болған жағдай. 6 күнде жауап берді де, Джейлоға бір күнде жауап берді. Бізде шудың деңгейіне қарай күтеді. Немесе ол шуды кім көтеріп жатыр? Соған байланысты күтеді. КМДБ-ның пиарщиктерін мүмкін танитын шығарсыз. 6 күн күткені ушықтырып жіберді деп ойлаймын. Яғни жалпы КМДБ-ның репутациясына теріс әсер етті. Шу жоғары деңгейлі болу үшін не керек? Ол жерде көтерілген тақырып, сол жерде тұрған объект өте танымал болса,
және соны қозғап жатқан адам танымал адам болса, артына адам ерте алатын, сол кезде ол үлкен масштабқа шығады. КМДБ-ға жарнама болды деп ойлайсыз ба? Жоқ, жарнама емес. Ол жерде ол жалпылама тақырып. И бір жеке бір танымал адамдар бір қатты шу шығарып көтерген жоқ қой. Меніңше соған байланысты олар күтті. Бізде андай нәрсе бар. Жоқ, әйел, дін, зорлық үш тақырыптың қосындысы болып тұр ғой. Оны мен нақты кейсті былай біліп тұрған жоқпын, но не жоқ қой. Танымал адам көтермеген шығар деп тұрмын, себебін айтып жатырмын. J-Lo-ға қатысты ол жерде J-Lo бар, ол актуальный, сол кезде үлкен талқыланып жатыр. Ол КМДБ-ның сексизмі деп ойлаймын таза. Ол да мүмкін, енді оны нақты айта алмаймын. J-Lo-ға еліктемеңдер бір күн, бірақ та мында зорлық болып жатыр. Bir күндік некені сынып жатыр. Ислам дініне қара күйе жағылып жатыр. Сіз қорғайтын дінге. Егер ол жерде блогер қыздың орнында Еркек болса? танымал медийный адам болса, олар реакцияны жылдан беру мүмкін еді. Еркек болса тіптен. Бізде андай нәрсе бар ғой, просто Еркек болса деп 3 күннен кейін кез келген тақырып басылып қалады деген нәрсе бар да, бізде соны күтеді әдетте. Шу басылып қалады. Күнді ма? үміт Алтын бар. күтті ғой КМДБ. Енді олар созған ғой, енді басылатын басылмай жатыр. Олар блогер қызды меніңше өздері ішінен кінәлады деп ойлаймын. Victim blaming болды. Енді ол жерде кешірім сұрауға қадам баса алмады оларды. Мойындамады сіз жаңа айтқандай. Мойындамады. Басымырақ болған сияқты. Немесе олар сол арқылы белгілі топқа белгілі топтың наразылығына ұшыраймыз деп қорыққан шығар. Оны білмейміз ғой. Дін деген сәл өте тонкий нәрсе ғой. Тонкий емес, зорлық қой. Ол жерде бір күндік некені сынып тұр, зорлық Қазақстан заңына қайшы. Ол жерде таңдау жоқ. Адам құсына келген кезде дау жоқ. Заңдылығынан айтып тұрмыз, Медальдің екінші жағы деген жоқ, бірақ жағы. Былай, мына нәрсені сұрайыншы. Зорлық. Ал енді бізде жалпы мынау қоғамда, мысалға, біз айтып жатырмыз ғой, қандай тақырыптарды қозғамау керек, немесе канцелге ұшыраған кезде не істеу керек деген сияқты нәрсемен. Мысалға, канцелге ұшырады, нақты сұрақ, мысалы, канцелге ұшырады компания. Жарайды, кешірім сұрады дейік, зерлеп тұрып кешірім сұрады дейік. Бір жаңағыдай конкурентность деп айтып отырмыз, ол жаңағы сенің айтып отырған сөзіңмен сенің ісің, эмоцияң сәйкес келді, жылап еңіредің, сендіре алдың, тағы басқа инструменттер бар ма? Одан кейінгі әрекеттері шығар. Енді мен мынаны жасадым, енді мен мынандай нәрсені жасаймын. Реабилитация. Мен мынандай нәрсеге жауап беремін деген секілді. Ең қарапайым жолы. Алдағы уақытта деген сияқты. Жаңа шынайы кешірім сұрауға мен бір нәрсе айта кетейінші. Бізде негізі кешірім сұрау мәдениеті әлі жоқ қой. Саяси жерде де, немесе басқа жерде де кешірім сұрау жоқ. Но мен пост жазғанмын. Бізде бірінші рет саяси тұрғыда кешірім сұрау, ол Семейдегі өртте болған секілді. Президент кешірім сұрады ғой сол жерде өрттің жағдайында, бұл біздің қателік деп. Зүлфия Сүлейменова министр болып алып тастайтын кезде ғой. 2023-тің жазында. Сол кезде президент бірінші рет кешірім сұрады. Мен ойладым, мынау сәл болса да шаблон бұзды. Енді біздің басқа тұлғалар кешірім сұрауға сәл жақындайтын шығар деп. Бірақ қатты эффект көрмедім бірақ. Мен кешірім сұрау десе бірден анау Назарбаевтан түрмеден ертерек шығу үшін шенеуніктер кешірім сұрайды. Ол басқа нәрсе. Ол басқа нәрсе. Бішімбаев кешірім сұрады ғой. Ол да сұрады, Серік Ахметов сұрады. Көп қой оның. Бішімбаевтың дәл кешірім сұрауын айтамын, 2010 жылы амнистиямен шығып кетуі. Ал енді былай нәрсе, қауіпсіздік ережесі деп айтатын болсақ, белгілі бір, осы мынау жарайды, мен мынандай тақырыптарды қозғамадым деген сияқты нәрсемен. Жалпы белгілі бір әлеуметтік желі болсын, заңдық тұрғыдан болсын, журналистердің бір белгілі бір қауіпсіздік ережесі бар ма? Мына жерден тыншыруым керек деген сияқты. Мен екі нәрсені айтатын едім. Эмоция сенде жоғары болған кезде әлеуметтік желіні қолданба, пост жазба, видео түсірме. Эмоцияң жоғары кезде, эмоцияңды басқара алмайтын кезде. Екіншісі, сен бір ішімдік немесе басқа нәрсе қолданған кезде телефоныңды ұстама. Қара кесекке қарап айтып отырсың, жеке адамға жазасың, көп нәрсе сол жерде кетеді. Үшіншісі, қоса кетейін, ол сен қатты эмоционалды қуанып тұрған кезде де қуанып тұрған кезде де қолданбаған дұрыс. Жақсы, сіздер адам эмоциясын басқара алмаған кезде артық нәрселер бәрібір кетіп қалады. Заңның ережесі бар ғой, тыйым салынбағанның барлығы рұқсат деген.
Бірақ бұл біз көтеріп отқан тақырыпқа сәл келмейді. Жоқ, соны айтамын. Рұқсат Иә. деген дүниені бізде барлығына мүмкін деп ойлайды елдер, иә. Иә. Бізде шекара жаңа құқықтық сауаттылыққа келіп тіреледі. Менің сөз бостандығым бізде cancel кейде шекарадан асып жатқан дүниелер бар. Яғни жеке басына өту, қадір қасиетіне, абыройына нұқсан келтіру деген дүниені біз мұнда тұрып ереже айта алмаймыз, иә. Міне cancelдың шекарасы. Мемлекеттің шекарасы бар, cancelдың шекарасы жоқ. Дәл осы жерде ол уақыт өте келе мәдениет қалыптасады. Оған жай ғана уақыт керек, және Қазақстанда cancel деудің тарихы қашаннан басталды десек, мысалы сіздер қай оқиғадан бастайтын едіңіз? Қазақстандық cancel тарихы қай оқиғадан сіздер үшін басталды? Мен айтар едім, сол жаңағы ауылдан ластап жіберу деген болды ғой бізде. Жоқ, тәуелсіз Қазақстанның тарихында. Тәуелсіз Қазақстанның Мысалы тарихы. Бекежан бетіне түкірген апалар ол кезде cancel ғой енді, төлеген өлтірген үшін. Иә. Бірақ ол сәл басқаша сияқты мәдени контекст. Ал қазір сіздер білетін ең есте қалған cancel жұмыс жасаған, нәтиже берген. Нәтиже берген. Аз ғой. Мен өткенде Таза. аз болғанда мен мысалға шын мәнінде өзім мынау Чоконың кейсін қарап, мысалы жалпы қалай өтті, міне осындай айтты, одан кейін әлеуметтік желі шулады, одан кейін жаңағы белгілі бір топ офистарына барды мысалға, иә, сол бойынша. Одан кейін ол кешірім сұрады, кешірім сұрағаннан кейінгі келесі жаңағы бізде ақпарат құралдарында не берді, жаңағыдай ұлт араздық танытқан үшін жаңағы әкімшілік жаза қолданады деген нәрсе болды деген сияқты. Одан кейін компанияны сату деген сияқты нәрселер осылай келді да, мен шын мәнінде бір күнде сосын бір кәдімгідей мем болып кетті ғой, бір күнде сенің жұмысың көп деп ойлама, Чоконың жаңағы аудармашыларының халі мүлде мүшкіл деген сияқты нәрсені айтты. Мен сонда шын мәнінде сенгенмін іштей. Сол кезде мынау Чоконың кейсінен кейін олар бизнес белгілі бір жағдай құлдырауға ұшырады, немесе бизнес бір зардап шекті деген сияқты нәрсемен. Иә, өкінішке орай. Бірақ кейінгі кезде мен бір-екі экономистпен сөйлескен кезде олардың Магнумның кейсін қатысты айтады. Олар бизнес зардап шекті, бір-екі филиалы жабылды. Яғни осындай нәрсені. Сосын Константин, егерде ол мынау қаржылық деген нәрсеге келеді, қалтаңа ұрмаса, яғни біздегі кейінгі кезде орын алған жаңағы консультингтің кейстері бизнеске қатысты болады. Қалтаңа ұрмаса, оны сен жарайды, мін бүгін шулайсың, ертең шулайсың, осымен. Сіздің сұраққа жауап беріп көрейінші, ол тікелей нақты емес. Бұл жерде бәрібір айналып келгенде, енді бірінші құрал әлеуметтік желі болып тұр ғой. Және айтып отқандай, негізгі көтеріліп жатқан тақырып бұл жерде тіл мен дін. Иә, ең сезімтал. Көп жағдайда қазақы болмысқа жақын дүниелер. Мен айтатын едім, бізде билік немесе орыс тілді орта, яғни көрінбейтін орта, ол бірінші кезекте қазақ тілді ортаның белсенділігін, ол Қытайға қарсы жер сатылады деген тақырып болды ғой. 2015-те. Сол кезде халықтың әлеуметтік желіде үлкен күш екенін сезінді, менің көзқарасымда. 2015-те болды. Ол жерде халықта түсінді. Біз негізі осындай үлкен күшпіз деген нәрсені. Оған дейін бір көрінбей, қанша шуласа да ешкімге әсер етпей жүрді да. Бас тартудың ең бірінші нәрсесі ол нәтиженің сәл болсын болуы. Нәтиже болса, бергі жақ эгосы қанат, келесіге уже дайын тұрады. Ал екінші тарап өздерінің қателігін түсінсе, келесі жолы жасамауға тырысады. Ал нәтиже болмаса, екі жақта бірінші тарап ол екінші рет қайталау қиын, өйткені нәтижесі болмайтын біледі. Немесе одан күшті қылып жасау керек. Бәрібір ештеңе шықпайды деп игнорға көше бастайды. Ал екінші тарапта ол тоже пофигизмге көшіп кетеді. Мына нәрсені айтайыншы, бізде сонда азаматтылық белсенділіктің жалпы бір қатты дамымағаннан шығар деп ойлаймын, иә, мысалға. Сол жаңа қоғамдық келісім азаматтық қоғамға. Мысалға, белгілі бір жағы ақын болсын, жазушы болсын, иә, жағы композитор болсын, соның абайсызда немесе шын ойымен бөлісіп айтып қалған нәрсесіне, мысалға, белгілі бір қоғамдық бірлестіктердің, қауымдастықтардың жаңағы консультеп, мысалға, иә, біздің жағдай марапатымызға немесе біздің номинациямызда біз өзімізге қайтарып аламыз, сен оған жаңағыдай, сен бұған лайықты емессің деген сияқты дүниелер бізде жоқ қой. Жазушылар одағының толық иммунитет бар деп ойлаймын бізде, яғни ешқандай оқ өтпейтін бронежилет киіп алған салалар бар деп ойлаймын. Сәлем Соушылдың әрекеті маған ұнады, алғаш рет бас тартуы. Кейсіне байланысты. Мен Шоко Тревелға айтып кетейін, жаңа сіз айттыңыз ғой, сабақ алмаса деп. Сабақ алмаған кейстердің бірі Шоко Тревел болды. Бірақ олар артын жою бойынша өте жақсы жұмыс жасады кейін.
кейс 2016-та болды. 2016-та ШК Travel ютубта бар, қарасаңыздар болады, видео түсіреді. Билет сатқан кезде стюардессалар барлығы жалаңаш. Жалаңаш стюардессалар, біз канселдедік. Мынау не деген сұмдық, сексуализация деп едік. Бізге жауап ретінде екінші видео түсірді. Онда капитандар жалаңаш тұр. Еркектер жалаңаштыр, айтты, әйелдер сендерге ұнамай ма, қыздарын жалаңаштырған, біз қазір еркектерді жалаңаштаймыз деді. Ол кезде қарсы тараптың үлкен күш екенін олар мойындаған жоқ қой. Мойындамады, ол 2016-да еді, және ол көбісіне күлкілі болып көрінді. Маркетологтың тапқырлығы деді, керемет қой. Қазір олай жасай алмайды. Қазір олай жасай алмайды. Бірақ олар мысалы әйелдің тәніне келген кезде, феминистердің наразылығына келген кезде осылай жауап берді, тілге келген кезде олар олай жауап бере алмайтындығын түсінді. Ол кезде масштаб үлкен болды. Масштаб үлкен және уақыт өтті. Қаңтар бар, расында бірнеше эмоционалды кейстер болды. Сол үшін өте абай болды деп ойлаймын. Яғни сабақ алмаудың салдары тіл мәселесі. Олар сол кезде феминистерден капитандарды түсірмей жауап алса, мүмкін тіл кейсі болмас еді бәлкім. Бірақ олар қазір көптеген осы жобаларға олар қаржыландырып, қатты қолдау көрсетіп, реабилитацияға енді екінші шанс алды деп ойлаймын. Бірақ та жаңағы экономикаға әсер етпейді дегенге, ШК Travel'дың акциялары Астана Stock Exchange'те қор биржасында ілулі тұр. Сол кезде қарасаңыздар, тура cancel болып жатқан кезде оның акциялары 20% өсті. Анау Өсті дейсіз ба? Керісінше? Өсті. Сол студенттермен талдаған еді. Соны экономистер жаңағы эффект кобры дейді, кері әсер алу. Жақсы, енді бір тақырып қозғап көрейікші. Осыған қатысты және мені сәл мазалаған сұрақ болды. Непалдағы жағдайды көрдіңіздер, сумерлердің деп айтатын. Иә, сол болды. Және бұл әлеуметтік және бас тарту дүниесі, кейстері ол бәрібір белгілі топтарды жинастырып жатыр, тез бірігуге үйретіп жатыр, белгілі тақырыпқа жылдам реакция білдіруге үйретіп жатыр. Бұл нәрсе ертең сол топтың көшеге шығуына бір дайындық секілді көрінеді. Немесе осы дүниені басқа біреулер әдейі пайдаланып кетуі мүмкін ғой. Саяси құрал ретінде. Саяси құрал ретінде. Өйткені топ дайындалып жатыр, онлайн дайындалып жатыр. Ал қазір білесіздер, ол көшеге шығудың ең бірінші құралы ол әлеуметтік желі. Араб көктемі сол. Араб көктеміне Facebook ықпал етті. Мынау недегі рухиня қақтығысында да мұсылмандарға қатысты геноцид деп атады ма оны? Геноцид. Сол жерде де негізгі рөлді Facebook ойнады. Мынау Непалдағы оқиғада да үкімет 26 әлеуметтік желіні жауып тастаймыз деп шешім қабылдаған. Содан кейін соған реакция ретінде қарсы шықты. Ол жерде әрине триггер болатын, оған итермелейтін бір күштер болуы мүмкін. Мысалға, сол Непалдың кейсінде дәл сол протест басталғанға бір апта қалған кезде ма, TikTok'та Nepo Kids деген тренд болыпты. Непалда. Дәл сол Непалдың үлкен шенеуніктердің балаларының ауқатты өмір сүріп жатқаны, әртүрлі саяхаттағаны, сол образдың көрсеткен сол әлеуметтік желіде тарап кетті де. Неге бұл шенеуніктің балалары былай өмір сүреді, біз осындай жағдайдамыз деген сияқты көзқарас бәрін алға итермеледі. Бірақ ол жерде тағы бір нәрсені айту керек. Мысалға, Нью-Йорк Таймстың өзін этицист деп атайды, қазақша қалай дейміз? Этика маманы. Этика маманы бар. Олар бүкіл әлемнен, көбіне ақш-тың өзінен Нью-Йорк Таймсына поштасына хат жазып отырады. Менде осындай жағдай болды, осындай этикалық дилемма туындады, қайтсем болады деген сияқты. Басында ондай маман Нью-Йорк Таймста болмаған, бірақ олар жаңағы сондай хаттар көп келе бергеннен кейін, олар енді ол журналистикамен айналысып жүр ғой Нью-Йорк Таймс. Ондай этикалық дилемманы, күнделікті мәселелерге қатысты дилемманы шешумен айналыспайды. Бірақ олар осы оқырмандардың талабы болса, онда біз мұны да қамтуға тырысайық деп, этика маманын бекітіп, ол сол хаттарды оқып отырады да, соның ішінен ең актуалды, үздік қайталанбаған кейстерді алады да, оның иесімен, жазған кісімен хабарласып, мына сіздің сұрағыңызды қойып, астына мен жауап беріп, жарияласам бола ма дейді. Қазір Нью-Йорк Таймста бөлек сондай этицистің несі бар, рубрикасы бар. Сол маманды мен үнемі бақылап отырамын. Ол өткенде сол Black Lives Matter көтерілісі болған кезде ол айтты. Жаңағы жалпы протест болған кезде Black Lives Matter әрине жаңағы қара нәсілдердің құқығы қанша жылдан бері тапталып келеді. Соған қатысты бұл триггер болып жаңағы Миннесотада бір азаматтың өлгені бүкіл ақш бойынша протестке айналды.
бірақ соның есебі кезінде өте көп дүрбелеңдер болды, иә. Мысалға, қоғамның жаңағы жүріс-тұрысы, тәртібі бұзылды, әртүрлі ғимараттар бүлінді, ұрлық та болды, басқа да болды. Яғни соны өз мүддесіне айналдырған, пайдаланған адамдар болды, иә. Мысалға, тіпті ол бізде қаңтар оқиғасында да сондай болды. Соны collateral damage ретінде көреміз бе деп этика маманы солай сұрақ қойды. Яғни бұл протест, яғни протесттің осындай салдары бар деп жай қабылдаймыз ба, әлде бұған жол бермеу керек пе этика тұрғысынан деген сұрақ қойды да. Бізде collateral damage ұғымы жоқ. Қазақстандық, ал англосаксондық жүйеде бар, common law'да, бізде жоқ, романо-германдық құқық жүйесінде. Сөйтіп жаңағы менің бағанағы бәрін қысқа айтқан кезде менің айтқым келгені, мынау этика және логика философиясын бізде көбірек оқыту керек деп ойлаймын. Қоғамдық келісімге негізі этиканы түсінетін адамдар көбірек келеді. Қоғамдық келісім ол компромисс қой. Мысалы, маған кейбір әрекет ұнамауы мүмкін, бірақ көбірек қоғам соны талап етіп жатса, бәрі соны әділдік призмасымен жаңағы өлшеп тұрса, мен оған компромиске баруыма болады, себебі қоғамдық келісім, иә. Мен бір жерге асығып бара жатсам, жаңағыдай бір полицияның көлігі өтіп бара жатса, асығып, мен оған жол беруім керек, қоғамдық келісім. Мысалы, жоқ, мен барамын деместен, да, мысалы. Ол жай ғана бергі бөлігі, мысалға, ақш-тың ең үздік университеттерін қарасаңыз, Ivy League-тің университеттерін қарасаңыз, екінші курсқа дейін студенттер өзінің қай мамандықта жұмыс істейтінін таңдамайды. Бірінші жалпы конкурспен түседі, олар бірінші, екінші курста әртүрлі дәрістер алады. Соның ішінде этика және логика философиясын үнемі міндетті түрде алады. Және ол оның көзқарасын, принциптерін қалыптасуына, күшеюіне алып келеді. Содан кейін ғана олар мамандық таңдайды да. Бізде университеттерде де сондай бағытқа көшу керек деп ойлаймын. Этика, философия тым аз оқытылады бізде. Бір ғана философия деген дәріс болған, мен есімде бакалаврда. Бірақ біз логика, этика деп түгел тереңдеп кіріп, жаңағы антиедипке дейін оқыған емеспіз мысалға. Аристотельден басталатын эрос дегене, этос дегене, этика дегене одан басталмайды, айтылмайды мүлдем. Өте, былай қарасаң, университетті сағып білесіздер ғой. Мысалға, сіздер өздеріңіздің лекцияларыңызда осы нәрсені қосасыздар ма? Мысалы, журналистерге, болашақ журналистерге бересіз дегенде. Мен үнемі этиканы бірінші орынға қою керек деп айтамын. Бүкіл талқылайтын кейстерімізде, өтетін дәрістерімде де, тіпті өзімді бірінші студенттерге бірінші таныстырған кезімде, мен бірінші қоғамдық қызмет маған бірінші орында, екінші орында этика стандарттары, принциптер бірінші орында. Яғни этика тұрғысынан біз қоғамдық мүддеге қайшы келетін әрекеттерге ешқашан бармауымыз керек деп түсіндіремін. Философияда құқықта негізгі мәселе, жаңағындай дилемма болған кезде, оған байланысты Харвардтың профессоры бар, Майкл Сандлдың YouTube лекциялары бар. Керемет жұмыс. Қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс таңдау, заңгерлерді үнемі алдынан шығады. Сол кезде сіздің бүйрегім бұрып кетті, менің туысым еді, объективизм мен субъективизмді, олар өмірден, тәжірибеден емес, жалпы кітаптан, көбірек философиядан оқыса, оларда іргетас болады. Оларда дилемма болған кезде, қ.м.д. сияқты 6 күн ойланбайды деген сияқты шешімді жылдам, тез, дұрыс қабылдауға алып келеді. Себебі әлеуметтік желі заманында ол өте маңызды. Яғни реакция беру. Майкл Сандлдың бір кітабы бар, мен ақш-та оқып жүрген кезде оқыдым. Liberalism and its critics деп аталады. Либерализм және оның сыншылары. Өзі орташа консервативті көзқарасқа ие азамат, Майкл Сандл. Қазір консервативке жақын болып барады. Бірақ оның жаңағы кітабындағы негізгі айтатын дүниесі ол сол мынау Трамптың жалпы оңшыл, радикалды оңшылдың күшейіп кетуі қазір америкалық қоғамда. Соның алғышарттарын бәрін сол ертеректе жазған кітабын жазады. Себебі мына либералдар тақырыптан алып кетті, қысқарақ айта салайын. Либерал демократтар ақш-тағы, олар консерваторлардың көзқарасымен мүлде санаспай игнор жасай берді. Соның кесірінен ұлтшыл радикализм күшейді. Біздің орыс тілдерге айтуға болады екен, иә? Қазақ тілден басқа мәселе жоқ па? Қазақша сөйлешники дейтіндерге. Қазақша сөйлешники. Өкінішке орай. Мен мына нәрсені айтайыншы. Канцлерге қатысты белгілі бір адамдардың, белгілі бір топтардың, немесе белгілі бір компаниялардың иммунитеті болуы мүмкін бе? Мысалға, мен бізде Қайрат Нұртас бар, иә? Төреғали бар деген сияқты. Мысалға, иә, ешқандай бір қатты қаншама жағы не болса да, бір канцелге ұшырамаған, аман есен жүрген. Отқа салса жанбайтын, суға салса батпайтын ертөстіктер ма? Иә, мысалға, иә. Бір сондай иммунитет бар ма? Бар болса,
сонда иммунитетке жету үшін не істеу керек, немесе жаңағыдай бірінші Жанасыл өзіңнен сұрағым келіп отыр, мына әлеуметтік компанияға қатысты қиындау секілді бұндай нәрсені айту. Но жеке тұлғаға қатысты ондай кейстер бар. Кейбір адамдар бар ғой. Магнумның өзі де қиын болып қалды. Екі нәрсені қарайықшы енді. Діни қазақы тұрғысынан кейбір қазақы образдар бар. Ол саяси адам немесе медени адам. Оларда бір халыққа деген бір сүйкім бар да, ол енді эмоцияға, харизмаға қатысты келетін жер көп жағдайда. Бекболат Немесе Тілеухан. жасаған әрекеттеріне. Ол екіншісі діни тұрғыдағы адамдар бар. Сен ол басқа топқа ұнамауы мүмкін оның кейбір әрекеті. Сен қанша шу шығарсаң да, оның өзінің қорғайтын белгілі бір тобы бар. Мұхамеджан Сен оған- Тазабек. Иә, сенің көзқарасың немесе қарсы жасалған жұмыстар әсер етпейді. Қазақ тілді ортада жаңа бірінші сәтте бізде ондай кейстер негізі көп емес, но бар. Кейбір тұлғалар бар. Не істесе де ол Иә, ал енді сондай иммунитет болу үшін, мысалы әлеуметтік желіде сондай иммунитет болу үшін ол не істеу керек? Соншалықты не істеу керек ол? Ол нақты мынандай іс-әрекеттен болатын нәрсе емес, ол адамның өзінің эмоциясына, адамның болмысына қатысты дүние көп жағдайда. Мен айта қояйыншы. Ол әсер етпеуінің себебі жаңағы кенселді ұйымдастырып жатқан адамдардың барлығын бірікпеуі деп ойлаймын. Қоғамда көп қолдау таппау. Мысалға ол Қайрат Нұртас, немесе жаңағы Төреғали болсын, олар жаңағы орта буын біз қатар бізден де жоғары жастар немесе одан да үлкен кісілер сүйіп тыңдайтын әндері бар, иә. Олар қандай қателік жасаса да, бұл жаңағы әнмен, эмоциямен өзінің жаңағы санасындағы байланысын алға қойып қояды да, соның арқасында олар кенселдікке қатыспай қалуы мүмкін. Кенселдікті бізде көбіне жастар ғой ұйымдастыратын. Төзе алмайтын, жаңағы әділдік принципінен бұл дұрыс емес деп бірден жаңағы айтатын. Олардың көбісі мүмкін Қайрат Нұртасты тыңдамауы мүмкін, тіпті тыңдағанның өзінде олардағы әділдік призмасы, мен бұл әншіні жақсы көрем, әншінің әнін тыңдаймын, бірақ менің принципім жоғарырақ деп. Оның қателік жасағанын біле тұрса да, оған әрекетке араласпайды, көз жұмады. Өйткені ол үшін святой адам. Мираш Сосын концертке қатысты бізде кеше Қаракесекке қатысты шу болды ғой, ұсталды деп. Соны мен 1-2 күн бұрын көрдім, бір концерттен мысалы кіргізбей шығарып жіберді. Сахнаға шығармай. Сол қой кенселді. Ол нәрсе бізде жаңағы сәлем соушылдан кейінгі мен көріп отқан екінші кейс. Сахнаға қатысты. Немесе медийный адамға қатысты. Ол көбіне менталитетке оның ағасы бірдеңе жасады, ол өзіне Үстеме кешірім сұрады кейін. Жоқ, Мирастың өзіне жасады, мен есімде. Мирасты біз 2022-де абортқа қарсы Victim Blaming клибі болды. Қыздарды кінәлайтын. Оны білмейдік. Баланы тастап кеткен әйел, тас жүрек ана деген әйелдерді кінәлайтын клип түсірген. Сөзі біз кенселдей алмадық, өйткені оны кенселдеге тырысқан тек қана жас қыздар болды, яғни аз ғана топ. Ал Мирасты көбейтіндер, ода тұрған не бар, ол шығармашылық, ол әдемі ғой, ол ән ғой деп. Ол көбіне біздің менталитетке де келетін. Мысалға біз айтамыз, Қайрат Нұртас деген сияқты, біз айтамыз, ол халықтың еркесі ғой. Ол жаңағы ұлы дала баласы ғой. Ол жаңағы, ол енді сүрінбейтін тияқ болмайды, ештеңе қылмайды деген сияқты нәрсемен, белгілі бір үйдің ерке баласы ғой енді. Төреғалиді сөйтті ғой, Павлодардағы естіңізбен атаның өзі кешірім сұрап кетті ғой соңында. Сол кезде менше Төреғалиға қарсы кенсел болған жоқ, ол кейін әкімшілік бұзушылыққа жауап берді, наркотроптық затпен рөлде отырған үшін. Бірақ содан кейін мен шынымен Төреғалиді көп сахнадан көрмедім. Бірақ та ол өзінің ішкі цензурасы ма, әлде халық оны кенсел деп тастады ма, білмеймін. Мынадай нәрсе жоқ та, мысалға композиторлардың одағы, жазушылардың одағы немесе жаңағы журналистер одағы, белгілі бір жоқ, бар ғой. Менің айтқым келгені, осылай белгілі бір этика нормасынан тыс, мысалы журналистер көп қой, кликбейтті қуып кететін журналистер немесе мысалға ол ақпараттың жалған екенін біле тұра, мысалға белгілі бір заңдық тұрғыдан жаңағыдай ешқандай жауапқа тартылмайтын жолдарымен жаңағыдай бір ақпаратты бере салу, публицистикаға орын беру деген сияқты. Соның тарапынан мысалы бізде мен көрген жоқ, мүмкін сіздерде бар шығар, сондай кездер. Біз мынау осы қауымдастық
мысалға жаңағыдай біз осы тірлігі үшін бұдан бас тартамыз деген сияқты нәрсе шеттетеміз деген ба? немесе біздің одақтан шеттетеміз, осыдан шығарылады деген сияқты нәрсе жоқ та бізде. Болды ма әлде? Өйткені бізде осындай нәрсе орын алады, барлығы деп шулаймыз мысалға, белгілі бір жағы мүмкін бизнеске неге қалтадан ұрады? Өйткені біз оның заттарын сатып алмаймыз деп айтамыз да. Ал басқа тараптан енді әрі қарайғы тараптан мысалға онымен жаңағы келісімшарттар немесе жаңағы одақтан шығару деген сияқты нәрсе шетелдегі кейстер бізде жоқ. Әлде бар ма? Мысалы, оған бірнеше фактор әсер етеді. Мысалы, ақш-та Poynter деген институт бар. Медианы зерттейтін өте мықты институт. Олар ақш-тың медиа нарығында қандай кейс болып жатыр, ол этика тұрғысынан болсын, ол жаңағы факт-чекинг верификацияның проблемасы, биліктің қысымы болсын, бәрін түгел жүйелі түрде зерттеп отырады. Дерлік ақш-тағы барлық медиамен байланысы бар. Солардан үнемі интервью алу арқылы бәрін зерттеп отырады. Бізде медиа нарықты үйтіп зерттейтін институт жоқ. Және up-to-date дейді ғой. Мысалға, олар жыл сайын немесе квартал сайын бір семинарлар өткізеді, конференциялар өткізеді. Сол жерде ол кейстер талқыланып отырады. Мысалға, 2016 жылы Boston Globe жаңағы газеті 2016 жылы Флоридада бір атыс болды. Жаңағы бір азамат түнгі клубқа кірді да, гей клубқа кірді да, бір 50 шақты адамды атып тастады автоматпен. Сол үлкен ақш-та резонанс туғызды, сөйтіп Boston Globe газеті сол туралы жаңағы мақала шығаратын кезде, олар енді уақытта екіге бөлінеді ғой редакция. Пікір колонкасы және жаңалықтар бөлімі. Сол кезде жаңа пікір колонкасы бас редактор шешті, мына пікір колонкасын басты бетке шығарайық та, мынау қару иемдеуді тоқтатайық деген месседжді берейік деп айтады. Сөйтіп газеттің басты бетіне үлкен автоматты шығарып, stop it деп жазып шығарады. Бұл месседж тарату, бұл бір экшенға журналистердің үндеуі. Журналист сондай жаңалық таратумен айналысады. Журналист үндеумен, активизммен айналыспайды. Содан бір айдан кейін үлкен ақш-та конференция өтеді. Сол конференцияда Boston Globe-тың бас редакторын алға отырғызып қойып қатты сынайды. Кәсіби қауымдастық қатты сынайды. Білеміз, 50 адам өлді, білеміз, қару иемдену проблемасы күшейіп бара жатыр. Бірақ біз кәсіби этикадан аттамауымыз керек деп айтады. Ақпарат беру керексіз, үндемеу керексіз. Қазақстанда ол жоқ, дұрыс па? Ол жоқ, Журналистер одағында, режиссерлар одағында, жазушылар одағында мысалға мен білем, біздегі бір-екі ақындарды мысалға белгілі бір өзінің іс-шарасына шақырмау деген сияқты бір ресми емес, бірақ бір іштей осындай бір қара тізімдер бар ма өздерінің? белгілі бір қара тізімдер бар. Қара тізімдер тек қана оған қатысты емес, өкінішке орай деп айтайын ба? Біз осы жаққа келіп, осы канцелдеу мәселесін талқылаған әрбіріңізге рахмет айтқым келеді. Рахмет келгендеріңізге. Әлде талқылаймыз. Жалпы бұл жаңа сіз айтып жатсыз ғой, мысалға бір белгілі бір одақтарда, белгілі бір ортада осы мәселе талқылау керек деген сияқты. Мен ойлаймын, осындай белгілі бір подкасттың алаңында болмаса да, өзіміздің арамызда осындай нәрселерді міндетті түрде қоғамдағы нәрселерді белгілі әр саланың маманы ретінде осындай талқылау маңызды деп ойлаймын. Және біздің бүгінгі подкастты көріп отырған жас журналист болсын, баспасөз хатшысы болсын, пиарщик болсын, осындай бір шамалы болса да кішкентай септігін тигізіп пайдасын тиеді деген үмітте осындай дүниені жасап отырғанбыз. Рахмет сіздерге. Жақсы, сау, саламатта болыңыздар. Рахмет.